Бастаймыз ба жұмысын онда? Құрметті депутаттар, Тараз қалалық мәслихатының кезектен тыс 34-ші сессиясына 31 депутаттан 28 депутат қатысуда. Қатысып отырған депутаттар саны сессияны ашуға мүмкіндік береді. Кезектен тыс 34-ші сессияның жұмысын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Сессия жұмысына Тараз қаласының әкімі Орынбеков Бақытжан Әмірбекұлы, Тараз қалалық прокуратурасының, қалалық ішкі істер басқармасының, Тараз қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы, аудан әкімдері, бөлім және мекеме басшылары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Құрметті депутаттар, Тараз қалалық мәслихатының регламентіне сәйкес сессияның күн тәртібіндегі мәселелерден ауытқымай сұрақтар қоюларыңызды тағы да сұраймын. Жалпы отырыстың соңында депутатты қысқа мәлімдемелі хабарламалар болса, жасау үшін уақыт беріледі. Сессияның күн тәртібі мен регламенті қолдарыңызда бар. Депутаттарда өзгерту мен толықтырулар бар ма? Жоқ. Жоқ болса, онда сессияның күн тәртібі мен регламенті бекітілсін деген ұсыныс бар. Дауысқа қоям. Кім қолдайды? Рахмет, түсірейік. Қарсы? Жоқ. Қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі бірінші мәселені қарауға көшеміз. 2005-2027 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы Тараз қалалық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы 25-те шешіміне өзгерістер енгізу туралы баяндама жасаған сөз қала әкімінің орынбасары Жауынбекова Гүлдана Әлімжанқызына беріледі. Күлеке, міне қашықсаңыз, мынау негізгі мәселе болып отыр, сондықтан да. Гүлдана Әлімжанды қайда? Жаңа тұрақты комиссияның отырысында қазір ғана қарадық, бұл мәселені шешімін таптық. Негізгі сұрақ болғасын шығарып, қайталаудың керегі бар ма? Керегі жоқ па? Значит, Қай 12? Есіңізге түскен кезде айтарыз, сонда жауабын береміз. Гүлдан Әлімжанға сұрақтар бар ма? Жоқ. Онда отыра беріңіз. Рахмет. Құрметті депутаттар, осы мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасын дауысқа қоям. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы? Жоқ. Қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Құрметті әріптестер, күн тәртібінің келесі мәселесін қарауға көшеміз. Тараз қаласының бірқатар құрамдас бөліктерін қайта атау бойынша ұсыныстар енгізу туралы. Бұл мәселе өткенде көпшілік тыңдау отырысында толығымен қаралды. Баяндамашын тыңдаудың қажеттілігі бар ма? Жоқ па? Бақыттылығыңыз рахмет. Сұрақтарыңыз жоқ па? Жоқ болса, онда мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы? Жоқ. Қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Күн тәртібінің келесі мәселесін қарауға көшеміз. Әріптестер, депутаттық фракцияны тіркеу туралы мәселе өткенде Ақжол Жамбыл облыстық филиалының 2025 жылғы 19 қыркүйекте түскен хат негізінде Тараз қалалық мәслихатының Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы депутаттық фракциясы туралы ұсыныстар мен пікірлеріңізді білдірулеріңізді сұраймын. Өткенде біз сессиядан атымен бергіздіңіздер, келесі өздері болмағаннан келесі сессияға қалдырдыңыздар деп. Бар ма? Толықтыру айтатын дейтіндеріңіз бар ма бұл мәселе бойынша? Өйткені ненің заңның несі бойынша сессияда қабылданып шешілу керек. Заң бойынша болғанда олардың арнайы хат берді, 3 мүшесі бар, сондықтан да заң бойынша фракция тіркеуге нелері бар. Енді қажеттілігі, заңдылығы бар, бірақ мәслихаттың сессиясы шешеді. Пожалуйста. Құрметті депутаттар, депутат Жұманқұлов, құрметті депутаттар, құрметті бүгін сессия қатысушылар. Бұл шешім негізі заңға қайшы келмейді. Бірақ мен өткенде инициатор болған мен біреу өздерін тыңдайық. Не себептен ол қажеттілігі оралмай фракцияны? Біз қазір фракция сақтап, Құдайға шүкір, қолма-қол жұмыс істеп жатырмыз. Осы жердегі отырған азаматтар, барлықтар комиссиялардың мүшелері, мысалы мен өзім комиссияда да бар, Ақжолдың представительдері, бүйтіп түсінбеушілік болмаса бір қандай болған емес. Қажеттілігі неде соны? Өздері тыңдайын деп едім де, ұсыныс жасаған кісілерден. Неге ондай шешім қабылданады? Или бізде жалпы жұмысымызда мүмкін бұл какая-то бір не бар шығар мүмкін. Бұл кісілерге ұнамайтын болмаса, не қылмайтын, не себеп деген менде сұрақ болған.
бұл кісілердің өздері жоқ болғаннан кейін біз келесіге Иә, өткенде өздері болмағаннан кейін сессияның қарауына алып тастадық. қайталап отырмын да, бұл қандай негіздемесі неде бұл кісілердің? Қайсыңыз айтасыздар, фракция мүшелеріне? Мен жауап берейін. Кім? Жауап беріңізші. Аха, Маке, оны енді ешқандай ол бір не жоқ, ол бір сіздерге қарсы или басқаларға қарсы, но біздің құқымыз бар, ол 3 адам болатын болса бір партиядан, онда фракция құруға құқымыз бар заң бойынша. Енді өткенде біз болмады деп өзіміз бір Ақжол партиясының несіне жиынына кетіп қалған етіміз, форумына. Болмадық, сол себептен бізді қайтарып тастапсыздар. Енді қазір өзіміз өз жердеміз, бірақ сол жұмыс қой, бәріміз бір жұмысты атқарып жатырмыз. Қаланың көркеюіне, жаңағыдай бір қызмет етуге, қалаға деген бәріміз қаланың патриотымыз ғой. Сондықтан қолдауларыңызды сұраймыз. Ол ешқандай не жоқ. Біз енді үшеуміз болғанда бір өздеріміздің мәселелерімізді көтеруге, пікірлерімізді айтуға, қорғауға, жаңағы фракцияның несін кішкене күші бар деген әңгіме ғой. Аманаттың партиясының жаңағы фракциясы бар ғой сіздерде. Сол сияқты Ақжол партиясының фракциясы болсын деген. Мына жерде бір мәселе болып тұр. Бауыржан Серікші, маған бүгін заңда әкеп бердіңіздер ғой. Мынау заңды Қазақстан Республикасы жергілікті мемлекетті басқару, өзін-өзі басқару туралы заңының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 148 заңы дейді. Мына жерде. Сонда жазады, депутаттық топ депутаттардың өз өкілеттіктерін сайлау округтерінде бірлескен жұмысын жүзеге асыруға арналған бірлестігі. Депутаттық топтың құрамында мәслихаттың кемінде 5 депутат болуға тиіс деп жазылып тұр. Фракцияға ма? Иә. Фракцияда шоу да? А мынау депутаттық топ деген бөлек. Топ, группа ол. Сондықтан да депутаттық фракцияның топтарды тіркеу мәслихат сессиясында жүзеге асырылады деген. Олсат ба? Құрметті Мамедов, Кенжебек Мұңышбаевич, құрметті әріптестер. Мынау жаңа мен әріптесім айтып отыр ғой. Қазір бізде мемлекетте билеуші партия, Аманат партиясы болып отыр. Аманат партиясының мүшесі бола тұра, егер дұрыс емес жер болса, дұрыс емес деп айтамыз. Одан кейін отаудың ішіне отауды керегіне деп ойлаймын, мен өзім жеке пікірім. Оған менің конституциялық құқым бар, азаматтық құқым бар айтуға. Одан кейін осы Руслан жаңа айтып отырған біздің сөзімізді, ұсынысымызды айту үшін сіздердің ұсыныстарыңыз қай уақытта дұрыс болса да біз қолдауға дайынбыз. Қолдап та жүрміз, оны өздеріңіз көріп те жатырсыз. Біз Аманат фракциясының кей кезде өздеріңіз білесіздер, мен қарсы шыққан кездерінде болған, қалыс қалған кездерінде болған. Сондықтан мен ойлаймын, отау ішінен отау тігіп, мынау енді қанша қалғанын бір алла біледі, келесі жыл ма, басқа жыл ма. Егер шынымен де жаңағы Руслан менің әріптесім айтқандай, біз шынымен халықтың үшін жүрміз, халықтың сөзін сөйлеп жатырмыз. Ешкім берді өзінің бас пайдасын ойлап жүрген жоқ. Сондықтан сондай жағдайда бір жеңнен, бір жағадан бас шығар, бір жеңнен қол шығарып жүрген жұмысымыз бар, істеп жатқан жұмысымыз бар. Сондықтан отаудың ішіне отау тігу керегі жоқ деп ойлаймын, мен өз басым. Қарсысыз ғой? Қарсыз ба? Хорошо. Отау ешкім тігіп жатқан жоқ. Нареке, ол біздің өзіміздің құқығымыз ол. Жоқ, бір тыңдап сөйлейік, біреуіңіз сөйлесеңіз, Руслан сөйлеп жатыр. Жаңағыда енді бәріміз бір маслихатпыз, бәріміз жұмысымыз бір, мақсатымыз да бір. Если осы именно депутаттық уәкілеттігіміз де болса. Атақ ол ешкім ондай басқа отау тігейін деп жатқан жоқ. Мен айтайын дегенім, мен просто қазақтың қарапайым тілімен айттым, жалпақ тілімен. Көпшілікке таныс, көпшілікке біліс. Өткенде Бауыржан жазды депутат, біз бәріміз қол қойып бердік. Ешкім болған жоқ. Аманат партиясымыз деп, наоборот, сіздер үшеу болсаңыздар, бұл жерде 15 қол қойдық. Марат Сейітбекші бастап қол қойды осы жерде. Сондықтан ондай жағдайда біз қалыс қалмаймыз, егер шынымен де ол халықтың игілігі үшін болса деп халықтың игілігі үшін, халықтың мүддесі үшін болса. Жақсы. Егер жеке мүдде үшін болса, жеке бір арнайы топтың мүддесі үшін болса, онда ол даже Аманат партиясының мүшесі болса да біз қарсы шығамыз. Пака мен өз басымда айтып отырмын. Жақсы. Барым айтам деушілер болды ма? Пікірлеріңіз. Болды ма? Құрметті депутаттар, мен қолдаймын. Себебі жаңа өздері айтып отыр ғой, ешқандай заңға қайшы жоқ қой ол. Фракция жұмыс істеп жатыр, бұл жерде емес, мәслихатта да жақсы жұмыс істеп жатыр Ақжол, мен өзім білем.
Сондықтан мен ойлаймын, ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Егер біздің депутаттар осындай ұсыныс беріп жатса, біз жаңағы депутат ретінде қолдауымыз керек деп ойлаймын. Жақсы. Болды ма? Әріптес ретінде қолдауларыңызды Әрине. сұраймыз енді. Басқа Жақсы. я не знаю. Бұл жерде ешқандай қарсы шығатын не жоқ деп ойлаймын. Иә, дауыс. Жақсы әріптестер, осы мәселе бойынша шешім жобасы қолда бар. Сондықтан да кім қолдайды? Көтеріп қойған нелеріңізді көтеріңіздер, санаңыздар оның күйін. Қарсы? Жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Жақсы, фракция құрылды. Келесі мәселені қарауға көшеміз. Тараз қаласы әкімдігі жанындағы рәміздер жөніндегі комиссия құрамын бекіту туралы Тараз қалалық мәслихатының 23 жылғы 28 сәуірдегі 2-7 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям, кім қолдайды? Көтерейік. Так, түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Келесі мәселе. Тараз қаласы әкімдігі жанындағы үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау жөніндегі кеңес құрамын бекіту туралы Тараз қалалық мәслихатының 21 жылғы 26 наурыздағы 3-10 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям, кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Келесі мәселе. Тараз қаласы әкімдігі жанындағы діни бірлестікпен байланыстар жөніндегі кеңестің құрамын бекіту туралы Тараз қалалық мәслихатының 24 жылғы 12 шілдедегі 17-де 6 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям, кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Келесі мәселе Тараз қаласы әкімдігі жанындағы жастар ішіндегі жөніндегі кеңестің құрамын бекіту туралы Тараз қалалық мәслихатының 22 жылғы 4 ақпандағы 12-де 5 шешіміне өзгерістер туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям, кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Келесі мәселе Тараз қаласы әкімдігі жанындағы құқық бұзушылық профилактикасы жөніндегі ведомствоаралық комиссияның құрамын бекіту туралы Тараз қалалық мәслихатының 24 жылғы 11 желтоқсандағы 23 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям, кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Келесі мәселе Тараз қаласы әкімдігінің жанындағы кәмелетке толмағандардың істері, олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияның құрамын бекіту туралы Тараз қалалық мәслихатының 22 жылғы 4 ақпандағы 12-де 6 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселеде шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям, кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Келесі мәселе Тараз қаласы әкімдігінің дербес құрамына келісім беру туралы Тараз қалалық мәслихатының 22 жылғы 4 ақпандағы 12-де 4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям, кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Құрметті әріптестер, депутаттар, кезектен тыс 34 сессияның күн тәртібіне енгізілген мәселелер қаралды. Сессияның жүргізу тәртібі бойынша ескертулер бар ма? Жоқ па? Онда сессияның жұмысын жабық деп жариялаймын. Так, Бақытжан Әбіш айтарыңыз бар ма? Так, сөз қала әкімі Бақытжан Әмірбекұлына беріледі. Құрметті депутаттар, алдымызда кезекті сессия бюджетті бекіту. Соған байланысты енді өздеріңізбен қоян қолтық жұмыс жасап